Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бүгін Тарих мектебі каналы тасмола мәдениеті туралы мәліметтермен бөліседі. Тасмола мәдениеті орталық және солтүстік Қазақстан өлкелерінде ерте темір дәуірінде өркендеген. 1930 жылдары белгілі болғанымен, негізгі зерттеу жұмыстары орталық Қазақстанда 1946 жылдан кейін басталды. 1946-1959 жылдары орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының ұйымдастырушысы әрі жетекшісі Әлкей Марғұлан мен оның шәкірті Қадырбаев орталық Қазақстанда Исседон тайпаларының қалдырған тасмола мәдениетіне кеңінен зерттеу жүргізеді. Яғни Қарағанды облысының Ұлытау, Шет, Ақтоғай өлкелерінде Тоғызбайкөл, Қарабие, Қарасай, Қанаттас, Толағай, Елшібек, Киіксу сияқты зираттарға қазба жұмыстарын жүргізіп, олардың сипатын, жерлеу ғұрпының ерекшеліктері мен заттық мәдениетке байланысты алғашқы тобын жинады. Әлкей Марғұлан 1904 жылы Павлодар уезді, Семей облысы, Степное генерал-губернаторлығында дүниеге келген. Ол атақты қазақ ғалымы, археолог, шығыстанушы, тарихшы, әдебиеттанушы және өнер зерттеушісі болып табылады. Ал оның шәкірті Мир Қадырбаев тарих ғылымдарына еңбегі сіңген кандидат, атақты археолог және осы ерте темір дәуіріндегі тасмола археологиялық мәдениетін зерттеп тарихқа қосқан тұлға. Мир Қадырбаевтың осы тақырыптағы древняя культура Центрального Казахстана және наскальное изображение хребта Қаратау, сонымен қатар сокровище древнего Казахстана атты еңбектері бар. Қазіргі Қазақстан аумағында осы мұртты обалардың 180-нен астам шоғыры зерттелсе, нақты олардың түр-тұйпаты 4 түрге жинақталған. Жалпы мұртты обалар деп аталуының басты себебі ғарыштық зерттеу кеңістігінде олардың мұртқа ұқсас болғандықтан осындай атау атаулары заңдылық болып табылады. Бірнеше жорамалдарға байланысты зерттеп қарайтын болсақ, мұртты обалардың орналасу тәртібі әртүрлі. Мысалы, А версиясына қарайтын болсаңыздар, ол жерде адамның үлкен мүрдесі жерленген оба мен жанындағы обаға оның құрбандық малы жылқы жерленген. Сонымен қатар оның оңтүстігінде көзінің тірісінде қолданған ыдыс аяқтары бірге көмілген екен. Ал екінші Б версиясына қарасақ, ол жерде адам сүйегі мен құрбандыққа шалынған малдың сүйегі қатар жерленеді, одан кейін оңтүстік бағытта жылқы қаңқасы мен ыдыстар жерленген мүрделер кездеседі. В версиясында адамның мүрдесі мен жылқының мүрдесі бір жерде көмілген болса, кейіннен оңтүстікке қарай олардың қатар орналасқандығын көруге болады. Ал Г версиясында олардың тек адам мүрдесі мен ыдыстарының қолданғанын көруге болады. Яғни қандай бағытта алып қарасақ та, бұл тасмола мәдениетін салып кеткен Исседон тайпаларының негізгі діни көзқарасы күнге бағынышты болуы әбден мүмкін дейді. Өйткені сақ тайпалары күнді және жылқыны аса қатты құрметтеп, құдай есебінде табынғандары белгілі. Сондықтан да тасмола мәдениетін бір жағынан бағдаршам іспеттес деп те есептеуге болады. Өйткені тасмола мәдениетінің екі сүйір бұрышы үнемі шығыс бағытты көрсетіп тұрады. Енді тасмола мәдениетінен табылған археологиялық ескерткіштерге назар аударайық. Мүрделер шұңқыр қабірлер мен тас жәшіктерде басымен солтүстіктен шығысқа қаратылып жерленеді. Бұндай қабірлердің бас жағында арнаулы орынға мал бастары мен аяқ сүйектерінің көптеп салынуы жатады. Тасмола кезеңінің ғұрыптық ескерткішіне жататын мұртты обалар жүздеп саналады. Мұндай күрделі құрылыстар қайтыс болған беделді адамдардың рухымен қоштасу, еске алу салтанаты кезінде жасалынатын болған.
орталық Қазақстанда ашылған ерте темір дәуірі қоныстары ағынды су көздерінен жырақта, жазық дала деңгейінен биікте, тау беткейлерінің күнгей, шығыс және оңтүстік-шығыс жақтарында орналасатыны байқалды. Яғни бұл қоныс торғындарының орталық Қазақстанда ұдайы соғатын батыс желдерінен және қар қабаттарынан сақтануға мәжбүр болғандығын аңғартады.